Менің жасым 28-де, мен инвестициямен айналысамын. Жақында 200 миллионға өзімнің помещениямды алдым және сол жерде ремонт жасап жатырмын. Егер мен инвестицияны 26 жылы нөлден бастайтын болсам, мен мына 3 қағиданы қатаң ұстанар едім. Ең бірінші, мен қанша ақша табамын және ақшам қайда кетіп жатқандығын дұрыс есептейтін едім. Себебі көп адамның проблемасы көп ақша таба алмауда емес, ақшасының қайда кетіп жатқандығын түсінбеуінде. Екінші, мен өзімнің шығындарымның ішінен алып тастауға болатын шығынның барлығын алып тастайтын едім. Мысалы, сіз күнделікті магазинге кіріп, кола, чипсы, фьюз сияқты керек емес дүниелерге өте көп қаражат жұмсауыңыз мүмкін. Егер ол аптасына 5-6 мың теңгеден болатын болса, жалпы бір айдың ішінде 50-60 мың теңгеге дейін жетуі мүмкін. Үшінші, мен сол шығындарымның бағасына сәйкес келетін акция таңдайтын едім. Мысалы, Coca-Cola компаниясының бір штук акциясы $70 тұрады. Егер сен бір айдағы шығындарыңның ішінен $70, яғни шамамен 30-40 мың теңге қаражатты үнемдеп бір акциясын сатып алатын болсаң, сен ол компаниядан тұрақты түрде дивиденд алып отырасың. Яғни өзіңнің майда шығындарыңды қысқарту арқылы сен өзіңе тұрақты түрде айлығыңды қамтамасыз етесің. Бастапқы кезде ол көзге көрінбеуі мүмкін, бірақ Альберт Эйнштейн айтпақшы, әлемнің 8-ші кереметі ол күрделі пайыз. Ай сайын осы тенденцияны қайталау арқылы ең соңында сенің капиталың үлкен суммаларға жете алады. Егер видео ұнаса, маған тіркелуді ұмытпа. Менің атым Дана, мен инвестиция туралы жиі айтамын.